Балам, мен саған бір қызықты ертегі айтып берейін, сен мені тыңдашы, жарай ма? Жарайды. Баяғы бір заманда бір қу түлкі мен аңқиған аңқау күшік болыпты. Екеуі тату тәтті өмір сүріпті. Олардың өзінің достары болыпты. Балам, тыңдашы мені, балам, сен неге әкеңе қарай бересің? Балам. Әкемнің істеп жатқаны қысық болыпты. Көмектесейікші. Жарайды балам, ондеше екеміз қазір әкеңе көмектесейік. Ертегіні ертең айтып берем, жарай ма? Жүре ғой. Әке, сізге көмектесек болады ма? Әрине балам, анашың екеуің маған көмектескілерің келсе, мен сендерге жұмыс берейін. Анасы ою боя бер, ал Ислам сен маған бояуға көмектес. Ислам, бұл не нәрсе екенін білесің бе? Жоқ, білмеймін. Білмесең балам, саған түсіндіріп берейін. Бұл Ортеке деген қазақтың қуыршақ театрының, алғашқы қуыршақ театрларының және балаларды домбыраға үйретуге арналған алғашқы құралдарының бірі. Бұл Ортеке тау текесі. Тауда өсетін Ортеке өте еркін әрі физика заңдарына кері, сондай бір тек жартастардан секіріп еркіндікте жүретін мистикалық жануарлардың бірі. Бұл Ортеке сондай құз жартастарда биікте жүретін аң. Оны еркіндіктің символы деп те айтады. Ал балам, біз бояуды бітірдік. Енді мен саған Ортекенің құрылымын көрсетіп берейін. Ортеке көптеген бөлшектерге бөлінген ағашпен. Мына аяқтың өзі екіге бөлінеді. Мына денесі бар. Басы да қозғалысқа түсіп тұру керек. Енді мына жіпті тартқанда Ортеке бізге би билеп береді. Вау, күшті екен. Саған ұнады ма? Иә. Ұнаса, мынаны тартып көруіңе болады. О, балам, қандай керемет! Сен де өскенде осындай әкең сияқты шебер бол, әкеңнен тәлім тәрбие ал, жарай ма балам? Иә. Сен қандай бала боласың өскенде? Жақсы жүріп. Шебер боласың ба әкең сияқты? Иә. Осындай Ортеке жасайтын бала боласың ба? Иә. Жақсы балам, енді Ортекенің сыртына, мына қораптың сыртына осы оюымызды жабыстырайық, жарай ма? Ма балам, сен көмектес әкеңе, жарай ма жабыстырғанға? Көмектесе ғой балам. Ал балам, анашыңның ойған ойуын енді сен өз қолыңмен жабыстыр. Мен көтеріп тұрайын. О, қандай тамаша балам. О, қандай тамаша. Ұнады ма саған? Иә. Ұнайды болса, саған Ортекені қалай қимыл қозғалысқа келтіріп, биге қосуын көрсетейік. Қане бірігіп ән айтайық. Әудемейтін қазақ жоқ дегенде әкесі. Bir өлең шертіп жіберейікші. Ал, қосылып отырыңдар. Қарап отыр Ислам. Атты шыққан биімен мен боламын Ортеке. Ой қастаған жертеке, ой бастаған Ортеке. Мен бір билеп берейін, ұяттарын сықылдап, өміргенің сықылдап. Қалай Ислам, ұнап жатыр ма? Иә. Әке, анашым, сіздерге көп рахмет. Мен достарыма Ортекені әкем жасаған айтып берем. О, жақсы екен балам. Балам, кәне, кетінен.